Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін бізде ұйғыр мәнтісі. Бұл мәнтіні мен бірінші рет жасап тұрмын. Бір жасағаннан қамыры езілмей, жабыспай шықты. Сіздер де осы рецептпен жасап көріңіздер. Керекті заттарды описаниеге қалдырамын. Ең алдымен қамырымызды дайындаймыз. Салқын суға бір дана жұмыртқа саламыз. Бірақ жұмыртқаны салмасаңыздар да болады. Жұмыртқа салсаңыздар қамырларыңыз жаю басында тез құрғап кетуі мүмкін. Бірақ менде ондай қиындықтар туысқан жоқ. Сондықтан өз қалауларыңызша салсаңыздар да салмасаңыздар да болады. Ұнымызды салып, қамырымызды ұзағырақ илейміз. 10-15 минут илеген дұрысырақ. Көп илеген сайын өз формасын жақсы ұстайтын болады. Дайын болған қамырымызды осылай қалдырып тындырып қоямыз. Қамырымыз дайын болғанша біз салмасын дайындаймыз. Мантілеріміздің формасы бірде болып шығу үшін осылай граммен өлшеп аламыз. Мендегі 30 грамнан өлшеп алдым. Міне менің сүйкімді мантілерім дайын болды. Айта кетерлік жайт, міндетті түрде 40 минут ұстаудың қажеті жоқ. Мысалы менікі 30 минутта дайын болды. Сіздерге видео ұнап жатқан болса, міндетті түрде тіркеліп, лүпіл басып кетіңіздер. Сіздермен болған Айкерім ас болсын.